Саламатсыздар ма оқушылар, бүгін бізде география сабағы бойынша алғашқы сабағымыз. Мен есімім Қайырбек Ернұр. Сіздерді осы география пәні бойынша ұбт-ға дайындайтын боламын. Ал енді сіздермен бүгінгі біздің алғашқы тақырыбымызбен таныс болайық. Жер күн жүйесінің планетасы. Яғни біз бұл тақырыпта барлық планеталарды қарастырмаймыз, тек қана бізге керегі, яғни ұбт-да кездесетін сұрақтары бар ақпараттар, ол яғни бізде күнге байланысты және де жердің өзіне байланысты ақпараттар туралы біз сіздермен айтып өтеміз. Ал енді, наверное, сіздер білетін шығарсыздар, күн ол бізде жұлдыз болып келеді. Өйткені кейбір адамдар бар, оның кішкене қателесіп қалатын мүмкін, сол адамдардың қатарларында болып жүрмеңіздер. Ал негізінде күннің ауданы бізде жер ауданынан қарағанда 110 есе үлкен екен. Ол прям өте үлкен деген нәрсе ғой. Ал негізгі көлемі 3.033 мың километр квадратты құрайды екен. Күн бетінің температурасы 6000 Цельсий градусты құрайды. 6000 Цельсий градусты уақытта ешқандай тірі жәндік ешқандай өмір сүрмейді. Ол жақта тек қана бізде жаңағы темір, потом барып жаңағы кристалдықтар, мысалы алмаз, бриллиант дейсіздер ғой. Соның барлығы жаңағы балқытылған түрінде жаңағы осы бізде күннің бетінде жаңағы жүзіп жүр деп айтсақ қателеспейміз. Ал күн төңірегіндегі планеталар жолын бізде орбита деп аталады. Орбита дегеніміз ол бізде із, жол деген аударманы білдіреді. Может быть, сіздер до этого уже көрген шығарсыздар, яғни орбитаның жаңағы күннің айналасындағы жаңағы линиялар тұрады, ол бізде күннің жолдары, яғни орбитасы деп атаймыз. Все, оқушылар, запомнили, қателеспейміз, кеттік ары қарай. Так, ары қарай бізде яғни өзімізге жақынымыз, ол бізде жер. Жер күннен үшінші планетасы болып есептеледі. Ол қалай десеңіздер, ең алғашқысында бізде Меркурий тұрады, Меркурийден кейін шолпан, шолпаннан кейін уже біздің жеріміз тұрады екен. Жер шеңбері экваторының ұзындығы 40 мың километрді құрайды, және жеріміздің салмағы 6000 миллион тоннаға жуық екен. Так, сосын бар келесі бізде жаңағы экватордың ұзындығы дедік қой. Экватор ол бізде ендіктер бойынша ең үлкен, ең ұзыны деп атсақ болады. Ондай да сұрақтар сіздерге келіп қалуы мүмкін. Әшейін логический вопрос автоматты түрде жаңағы экватор ол бізде ең ұзын жаңағы ендік деп аласыздар, и все болды, автоматты түрде сіздердің сұрақтарыңыз мысалы дұрыс болып келеді. Келесі, жер күнді орта есеппен 150 миллион километр қашықтықта айналады екен. Ал қысты күндері 125, жазды күндері 180 миллион километрді құрайды. Неге онда мысалы қысты күні біз күнге жақын орналассақ, бірақ бізде ауа райы салқын болады деп мысалы сұрақтарыңыз болатын болса, сіздерге жауабын айтайын. Яғни біз күнге жақындаған кезінде 125 миллион километрге, ол уақытта біздің жеріміз кішкене қиғашталып орналасады. Яғни қиғашталып орналасуына байланысты бізге күн сәулелері тігінен түспейді. Яғни ультрафиолеттер тігінен келе жатып, ары қарай олар мысалдай жаңағы шағылысып басқа жаққа кетіп қалады. Ал жазды күні керісінше, біз алыс орналасамыз, және де күн мен жер бір-біріне тік қарап тұрады. Яғни жаңағы келген ультрафиолеттердің барлығы бізге тігінен түседі. Сол себепті бізде жазды күні күн ыстық болады. Даже мысалы жазды күні аспаннан қарасаңыздар, күніміз прям шаңқай түсте, прям төбемізде тұрады. Яғни маңдайымыздан жаңағы күн түсіп тұрады. Ал қысты күні ондай жоқ. Қысты күні ол кішкене шетке қарай алшақтап орналасады. Жер бетінің ауданы 510 миллион километр квадратты құрайды. Оның ішінде судың көлемі 360,6 миллион километр квадратты құраса, ал құрылғымыз болса 149,4 миллион километр квадратты құрайды екен. Яғни пайыздықпен есептейтін болсаңыздар, суда 71, ал жерімізде 29% екен. Осын есте сақтап алыңыздар, бұлардың барлығы бізде А деңгейдегі сұрақтар, яғни қателеспейміз балалар. Да, келесі ары қарай кеттік. Келесі бізде біліп жүр. Яғни біліп жүріңіздер, что жер 3 бағытта айналады екен. Ол өз бөлігінде ғарыш бойынша және де күн жүйесінің бөлігі ретінде қозғалады. Өз бөлігінде ол қалай? Яғни бізде мысалы бір тәулікте 24 сағат бар деп айтамыз ғой. Вот, жер өз-өзін бір рет өз бөлігінде айналған уақытысында бізде жаңағы бір тәулік өтеді екен. Ал ғарыш бойынша қалай десеңіздер, біз негізінде ғарышта біздің галактика құс жолы деп аталады, немесе ағылшынша Milky Way. Шоколад білесіздер ғой, сырты көк Milky Way. Вот как раз соның атына арнап жаңағы шоколад шығарып жатыр. Ғарыш бойынша жаңағы Milky осы құс жолы галактикасының ортасында магниттік эпицентрі бар. Сол эпицентрі жаңағы күн жүйесін қозғалтады, күн жүйесі ары қарай мысалы біздің жерімізді қозғалтады. Сөйтіп бізде ғарыш бойынша қозғалыс. Келесі бізде күн жүйесі бөлігі ретінде жаңа сіздерге айтып бердім. Как раз мына жақта бізде
инфографика мына жерде тұр. Как раз осы орбита бойынша жеріміз айналып жүреді. Осы бізде жаңағы 3 бағытта осы айналады екен. Как раз мына жерде бізде слайдымыздың сол бет жағында жаңағы бізде орбиталар орналасқан жердің басқа планеталардың орналасуы осылай болып келеді. Ал оқушылар біліп жүріңіздер, кеттік ары қарай. Геоидтық, яғни бұл енді бізге жаңағы жерді тегіс деп айтатын аудитория бар ғой. Интернетте немесе тиктокта, интернет желілерінде байқаған шығарсыз, ойбай, бізде жер теп-тегіс, андай мұндай деп айтатын адамдарға это специально для вас. Негізі геоид дегеніміз не? Жердің полюстік радиусы экваторлық радиустан 21,4 километрге аз болып келеді екен. Сондықтан осындай полюстер маңындағы сығылған шар сфероид немесе эллипсоид деп аталады. Жер шарының нағыз геометриялық пішіні геоид деп аталады екен. Қазір төбе жағында осы мына жерде геоидтық пішінді тәрізді, мысалы жердің графикасы белгіленген. Неге біздің мысалы жер енді домалақ емес те мысалы сұрақтар туындап жатса, біздің жеріміз барлық жерде рельеф бірдей емес қой. Яғни таулы қыраттар бар, жоталар бар, ойыстар бар, сайлар бар, мысалы шұңғымалар бар. Соның барлығы мысалы жаңағы суын алып тастаған кезде бізде жердің пішіні осындай көріністі береді екен. Біліп жүріңіздер балалар, бұны жаттап алыңыздар. Жер кім біреу тегіс деп айтқан кезінде жаңағы осы геоидтық деп осыны айтсаңыздар қателеспейсіздер. Ал енді оқушылар, сіздердің алдарыңызда қазір полюстік шұғыланы көріп тұрсыздар. Енді бұны тиктоктан, ютубтан, инстаграмнан көрген шығарсыздар. Но бірақ енді оның қалай, неден пайда болғанын может білмейтін шығарсыздар. Ал енді тыңдаңыздар. Полярлық шашу. Жердегі магнит өрісінен атмосфераның жоғарғы қабатындағы серейген ауаның жарық шашуын полярлық шұғыла деп аталады екен. Яғни ол қалай? Біздің ядрода өзіндік мысалдай магниттік мысалда күші бар. Сол магниттік күш бізге полюстерге барған кезінде ол жақтағы магниттік күш қатты жұмыс жасамайды. Соған байланысты ол жақтағы бізде атмосфера кішкене разряженный болып келеді. Яғни кішкене әлсірек болып келгеніне байланысты бізде осы атмосфера, яғни ауа осындай полярлық шашуды көрсетеді екен. Все біліп жүріңіздер, ертеңгі біреуге өйстіп мысалда айтып жүресіздер. И плюсым для вас үлкен плюс болады бұл. Кеттік ары қарай. Темір қазық. Ал енді кішкене бұл жақта кішкене ностальгия. Енді аспанға мысалда түнде қарасаңыздар, жеті қарақшыны білетін шығарсыздар. Вот как раз осы жеті қарақшының мысалы екеуі бар. Біреусі жаңағы үлкен ірісі болып тұрады, екіншісі жаңағы кіші жеті қарақшы. Екеуі бір-бірінен айнымайды, бірақ размерлері әртүрлі. Бізге жаңағы кіші жеті қарақшы керек. Не үшін? Солтүстік жарты шардан полярлық жұлдыз немесе темір қазық арқылы кез келген объектінің табуға болады екен. Ол қалай? Енді міне кіші жеті қарақшының ең шеткейінде орналасқаны ол бізде темір қазық немесе полярлық жұлдыз деп аталады. Яғни ерте кезде мысалы тугис болған жоқ, компас болған жоқ, соған байланысты адамдар осы жеті қарақшыны тауып алып, соның ішіндегі темір қазықты табатын. Сөйтіп жаңағы осы темір қазыққа тігінен қараса, олар оның солтүстік екенін білген екен. Яғни солтүстігі алдында болса, сол жағында батысы, оң жағында шығысы, артында оңтүстігі екенін уже аңғарып, қай жаққа бару керек екенін тауып, мысалы шатаспай, қателеспей өздерінің жолдарын табатын болған. Келесі кеттік ары қарай балалар. Жердің балалық шағы. Бәрі балалық шақ болды, сол секілді жерімізде де балалық шағы болған екен. Жердің қазіргідей қалыпқа келуіне 4,5 миллионға жуық уақыт кеткен болатын. Яғни жер ғарыштан қарағанда жасыл және қоңырдақтары бар, әдемі ашық көгілдір түсті шар. Ең алғашқыда жер пайда болған уақытта жерде бір ғана құрлық Пангея болды. Мына жақта қазір сіздерге графикамен қойған Пангеямыз, кейіннен бар ол Пангеямыз келе-келе Лавразия және де Гондвана болып екі бөлікке бөлінген болатын. Кейіннен барып уже уақыт өте келе, осы 4,5 миллион уақыт өткеннен кейін барып қана жаңағы қазіргі қалыпқа келіп, әр материктер жан-жаққа шашырап кеткен болатын. Пангея екіге бөлінеді, Лавразия, Гондвана. Лавразияға бізде Евразия және де Солтүстік Америка кірсе, Гондванаға Оңтүстік Америка, Африка, Аустралия және де Антарктида кірген болатын. Мысалғыдай оңтүстік Америка және де Африка осыдан 135 миллион жыл бұрын жылжып кеткен болатын. Шынымен де мысалы картаға қарасаңыздар, жаңағы біздің жердегі материктердің барлығын бүйтіп қосып бір пазлда құрастыруға болатын шығар деген бір ой келіп еді сіздерге осы 11 жыл бойы. Ол да өзіндік осындай тарихта 4,5 миллион жыл бұрын барлығы бірге болған екен. Ал сіздерге түсінікті болатын болса балалар, кеттік ары қарай.
ары қарай бізде сабағымыздың мәресіне жетіп қалыптық. Бүгінгі тақырыбымыздың соңы, яғни сіздермен болған ұбт бренд. Егер де қосымша сұрақтарыңыз болса, бізге хабарлассаңыздар болады. Және де біздегі ақпараттың барлығы ұбт-ға дайындық ретінде қалыптастырылған. Және де біздегі барлық ақпараттар осы ОТО базасында географияда келінетін жаңағы материалдың базасынан құрастырылған ақпараттар болып келеді. Барлықтарыңызға рахмет. Келесі сабақта көріскенше жақсы сау болыңыздар.